Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Біз сіздермен футбол әлемінің соңғы жаңалықтарымен бөлісуге дайынбыз. Егер бізге қолдау көрсеткіңіз келсе, лайк басып, каналға тіркелсеңіздер жеткілікті. Біз видео шығаруды тоқтатпаймыз. Олай болса, көп созбай, біз бастаймыз. Атлетико Барселонамен келісімшартта көрсетілген талаптарды орындамау үшін Гризманды 60-ші минуттан кейін алаңға шығаруда. Ал Антуанның агенті бұл жағдайдан бейбіт жолмен шығудың жолын іздестіруде. Агент Барселонаға Гризманды сатып алу бағасын азайтуды ұсынды. Газета басылымының хабарлауынша, егер Барселона бұл ұсынысты қабылдаса, Атлетико Гризманды жазды күтпей-ақ сатып ала алады. Айта кетейік, Атлетико ешқандай заңға қайшы әрекеттер жасап жатқан жоқ. Гризманды 60-ші минуттан кейін шығару ешқандай шарттарға қайшы келмейді. Бірақ Барселонаның заңгерлері бұл жерден заңсыз әрекеттерді табуға тырысуда. Атлетико шарт бойынша Гризманды тек командаға қосулары керек болған. Мадридтіктер Антуанды маусымның соңына дейін алаңға шығармаса да болады. Реал Мадрид қазірден Бенземаның орнын алмастыратын ойыншы іздеуде. Өткен жазда Реалда Холландты сатып алу мүмкіндігі болған. Бірақ олар бұл мүмкіндікті қолданбады. Ақырында Холланд қалалықтар сапына қосылды. Реал Мбаппеге үміттеніп, мүлдем Холландпен келіссөздер жүргізбеген. Холландтың жақындарының айтуынша, олар Мбаппенің трансферіне сеніп, Реалмен келіссөздер жүргізуге тырыспаған. Марка басылымының хабарлауынша, Холландтың Ман-Ситидегі ойыны Реалға ұнамайды. Және Бенземаны әлемнің ең үздік шабуылшысы деп санайды. Мадридтіктер Холландты сатып алмағандарына өкінбейді. Айта кетейік, осы маусым басталғаннан бері Эрлинг Холланд 6 ойында 10 гол салған. Кейбір басылымдардың хабарлауынша, Реал Холландты бақылауда. Бірақ 2 жылдан кейін оны сатып алуға әрекет жасамайды. Сонда да Бенземаның орнына ойыншы табу жұмыстары басталып кетті. Эрлинг Холланд Левандовскийдің трансфері жайлы ойымен бөлісті. Мен Левандовский Баварияға қаншалықты көмектескенін санаған жоқпын. Левандовский кеткісі келгенде Бавария оны тоқтатуға тырысқандығы менің көңіліме тиді. Бұл ойыншыға деген құрметсіздік, деді Холланд Daily Mail басылымына берген сұхбатында. Көптен күткен Манчестер Юнайтед пен Арсеналдың ойыны өтті. Бірақ бұл жолы да Роналду қосалқы құрамда қалып, ойынға тек 58-ші минутта шықты. Ойыннан кейін Тен Хаг өз ойымен бөлісті. Мен Арсеналдың шабуылынан қорыққан жоқпын. Біздің қорғанысымыз бұндайларды тоқтата алады. Бірақ шынын айту керек, Арсеналда керемет ойыншылар жиналған. Біздің бұдан да жақсы ойнауымызға мүмкіндік болды. Бірақ біз Арсенал секілді бұрыннан бірге емеспіз. Егер осыны түсінсек, бәрін өз қолымызға ала аламыз. Бізде жоспар болған, бірақ алаңда олардың ешқайсысы орындалмады. Бізге керемет шабуылдар жасалды, және біз оларды қайтара алдық. Мені осы қуантады. Біз қорғана аламыз, шабуыл жасай аламыз, алаңда жақсы допқа иелік ете аламыз. Біз жаңадан құрылдық, сондықтан бізге тек уақыт керек, деді Тен Хаг. Ал МЮ-дің бұрынғы ойыншысы Рой Кен Артета жайлы сұхбат берді. Жетер, бұндай сылтаулар керек емес. Артета абыроймен жеңілуді білмейді. Ол ойыннан кейін МЮ-дің жақсы ойнағанын айтудың орнына, біз бұлай істемедік, олай істемедік, төреші үйтпеді, бүйтпеді деп сылтау іздейді. Сылтау керек емес, сен 3-1 есебімен жеңілдің, болды. Мақтаулар жеткілікті, бізге 3 ұпай беріңдер, деді Рой Кин. Вильяреал Элчені 4-0 есебімен тасталған етті. Осылайша Унай Эмеридің командасы 4 турдан кейін 10 ұпаймен 3-ші орынға көтерілді. Вильяреал Барселонадан тек салынған голдар саны бойынша қалып келеді. Және айта кетейік, Вильяреал Ла Лигадағы маусым басталғаннан бері 1-1 гол жібермеген жалғыз команда. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмам. Видео ұнаса лайк басып, жаңалықтар жайлы өз ойларыңызды комментте қалдыруды ұмытпайық. Және арнаға тіркеліп жатқандарыңыз үшін көп рахмет. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.